Бұл сабақта выписка банка, яғни банк көшірімін 1С-да қалай отырғызу керек екенін үйренеміз. Мысалы, біздің компаниямыз банк клиенті бар. Мейлі ол Каспий банк болсын, мейлі Жусан банк болсын, және сол банк клиенттегі жүргізілген операцияларды біз 1С-да көрсетуіміз керек, және оның статығы, яғни соңғы қалдығы 1С екеуі дәлме-дәл сәйкес келуі тиіс. Яғни дебет колонкасы бойынша бүкіл операциялар мына суммаға тең болу керек, және кредит колонкасы бойынша мына бүкіл суммалар осыған тең болу тиіс, және де соңғы қалдық осы суммамен дәлме-дәл сәйкес келуі тиіс. Бұл жерде сіздер білулеріңіз тиіс, кредит колонкасы бұл бізге шотымызға келіп түскен ақшалар, ал дебет бұл біздің шотымыздан кеткен ақшалар. Біз мысал ретінде бұл біздің Каспий Pay шотымызға келіп түскен ақшалар. Қазіргі таңда Каспий Pay қосымшасын қолданбайтын бірде-бір дүкен жоқ десек те болады. Осындай жағдайда бұл операцияларды 1С-ға қалай отырғызған жөн? Мысалы, біздің Жаннұр дейтін дүкеніміз бар. Сол дүкеннен келіп түскен ақшалар, біз бұны сарымен белгілеп қояйық, өзімізге оңай болу үшін. 25.000 теңге. Мінекей. Бұл біздің табысымыз. Ал енді әрбір операция орындалған кезде банк клиентте банк өзінің қызметі үшін ақша ұстап қалады. Бұны жаңағыдай банктың қызметі деп отырғызуымыз тиіс. Бұның өзінде жеке бір түспен белгілеп қояйық, өзімізге оңай болу үшін. 500 теңге. Мұнда 1.800.000-дық бізде төлем тапсырмасы бар, шығыс төлем тапсырмасы. Естеріңізде болса, біз ең алғаш сәтте металл жәшікті Қазақ Трейд компаниясынан сатып алған болатынбыз. Және де сатып алған тауарымыз үшін біз банк клиенті арқылы 1.800.000 теңге аудардық. Бұны да қазір 1С-ға отырғызамыз. Бұның өзін жеке бір түспен белгілеп қояйық. Демек, барлығын белгіледік. Енді 1С-ны ашамыз. Бұл ақшалар енді біздің Жаннұр дүкенімізден кеткендіктен реализацияны Жаннұр дүкеніне жасаймыз. Ол үшін продажа, сату, реализация, ТМЗ и услуг. Сол жақ жоғарыдағы жасыл шеңбердің ішіндегі плюсикті басамыз. Реализация товары и услуги таңдаймыз. Біздің ең алғашқы саудамыз 19 шілде күні болған екен. 19 шілдені жазамыз. Контрагент. Жаннұр дүкені енгізіліп қойылды. Сіздер мұны создать арқылы, жаңа контрагентті енгізу арқылы енгізесіздер. Алдыңғы бөлімдерде үйренгеніміздей Жаннұр дүкенін таңдаймыз. Добавить. Бізде металл жәшік номенклатура енгізілген. Оны алдыңғы сабақтарда үйренгенбіз. Металл жәшік номенклатурасын таңдаймыз. Және де 2 дана сатылды. 1.020.000 теңге. Без НДС. Барлығына Enter'ді басамыз. Бұл жерде артынша жеткізу қызметінде отырғызып қойсақ болады. Ал приходный кассовый ордер
яғни кіріс кассалық ордерін жасаған кезде екеуін жеке-жеке көрсетсек болады. Ал реализацияда бірге отырғызсақ болады. Себебі бұл жерде мысалы металл жәшік сатылған уақыты менен жеткізу уақыты әртүрлі болуы мүмкін, және сол себепті бұл жерде даталар әртүрлі болуы мүмкін. Сол себепті біз приходной кассовый ордерді банкке взнос наличными в банк отырғызған кезде екеуінің датасы сәйкес келу керек. Ал реализация бір ғана штуктурамен берілсе болады. Ол маңызды емес. Сондықтан біз қазір ғана металл жәшікті енгіздік. Енді услуга ТМЗ естеріңізде болсын. ТМЗ деп аталатын вкладка арқылы енгізіледі. Ал услуги ол өзі жеке. Добавить жеткізу қызметі. Бір қызмет бағасы 25 000 теңге. Барлық жерге Enter'ді басамыз. Енгізілді. Кешірім сұраймын, мұнда қателік кетіпті. 500 000 теңгеден екі данасы 1 миллион теңге болады. Записать, провести. Алғашқы реализациямызды отырғыздық. Мұна бір екі сумаға реализация жасадық. Енді мұна бір екеуіне жасаймыз. Ол үшін оны басынан енгізіп отыру қажет емес. Алдыңғы операцияны көшіріп алсақ болады. F9. Біздің операциямыз датасы 26 күнімен енгізсек болады. 26.07. Тексеріп аламыз. Барлығы дұрыс. 1 25 000 теңге. Провести, закрыть. Енді үшінші операциямыз бұл бізде 27 күнімен. Тағы да көшіріп аламыз. F9. 27.07. Барлығы дұрыс. 1 25 000 теңге. Провести. Осылайша біз дәл қазір реализацияны жанр дүкенімізге отырғыздық. Енді бұл ақша жанр дүкенінен сатылып кетті. Енді бұны біз кіріс кассалық ордеріне, приходной кассовый ордерге ақшаның келіп түскенін отырғызуымыз керек. Оны жеке отырғызамыз. Банк және касса, приходной кассовый ордер, создать, оплата от покупателя. Жанр дүкеніміз, біз реализацияны жанр дүкені арқылы жасадық, сондықтан ол оплата от покупателя болып саналады. Датасы 19.07. Контрагент жанр дүкені, сомасы 1 миллион теңге. Провести, закрыть. Тағы да көшіріп аламыз. Оплата от покупателя 25 000 теңге. Бұның датасы 22.07. Провести, закрыть. Мұна екі сумманы біздің кассамызға келіп түскенін отырғыздық. Әрі қарай жаңаға операцияларды көшіріп алып, қайталай берсек болады. Бізде келесі операция 26 күні болған. 1 миллион теңгені көшіріп аламыз. F9, 26.07. Провести. F9. 25 000 теңге. Бұл бізде 27 күні болған операция. Провести. Келесі операция 27 күні болған екен. 1 миллион теңге. F9. 27.07. Провести, закрыть.
25.000 теңге 29 күні болған екен. Провести, закрыть. Мінекей қазір ғана бүкіл жанр дүкені арқылы түскен ақшалардың барлығын контрагентті таңдап енгіздік. Бұл ақшалар іс жүзінде Kaspi.pay арқылы тікелей өзіміздің есеп шотымызға кетті. Енді біз бұл ақшаны шығыс кассалық ордері арқылы банкке жіберуіміз керек. Ол үшін бұлай істейміз. Ең алғашқы жанр дүкен операциясын таңдап аламыз. Создать на основании. Осы құжаттың негізінде жаңа құжат жасаймыз. Ол расходный кассовый ордер, шығыс кассалық ордері. Создать. Датасы. Ең алғашқысы 19.07. 19.07. 1 миллион теңге. Бұл жерде вид операции, операцияның түрі міндетті түрде взнос наличными в банк. Осын таңдауымыз керек. Тексеріп аламыз операцияны. Барлығы дұрыс. Записать, провести. Тексереміз. Банк касса. Расходный кассовый ордер. Міне біздің операциямыз отырды. Контрагент, жанр барлығы енгізілген. Енді екінші операция. Бұл 22 күні болған. Создать на основании расходный кассовый ордер. 22.07. Взнос наличными в банк. Провести, закрыть. Тексереміз. Ақшамыз отырды. Қалған операцияларды жасаймыз. Дәл осылай мынау кіріс кассалық ордердің операциясын ішіне кіріп, создать на основании деп жазсаңыздар да болады. Немесе тікелей шығыс кассалық ордері арқылы осы операцияларымызды көшіріп алып, F9 арқылы әрі қарай жалғастыра берсек болады. Келесі бізде 26.07. Көшіріп аламыз. F9. 26.07. Провести. Келесі 25.000 теңге 27 күні болған. F9. 27.07. 25.000 теңге. Провести. Келесі операциялар бізде 27 күні болған. 1 миллион теңгені таңдаймыз. 27.07. Провести. Келесі операция 29 күні болған. 29.07. Провести. Кешіріңіздер, мында егер взнос наличными в банк болып жіберген кезде, ұмытып кетіппін, егер банк сіздерде екеу болса, міндетті түрде банкты таңдаңыздар, қателесіп кетпеңіздер. Сондықтан бір операцияны істеп болғаннан кейін артынша міндетті түрде тексеріп отырыңыздар. Біз мына жерде банковский счетты ауыстыруды ұмытып кетіппіз. Бұл бізде Kaspi банк болады. Провести. Провести. Kaspi банкке ауыстырамыз. Провести. Провести. Kaspi банк. Kaspi банк. Барлығын енгіздік. Дұрыс. Енді бұл ақшаларымыз отырғанын қалай тексереміз? Банк және касса батырмасын басамыз. Выписка банка. Және жаңағы даталармен қарап тексерсек болады. Ең алғашқы операциямыз бізде 19 күні болған.
19.07. Және де банкты таңдауды ұмытпаңыздар. Каспи банк. Мінекей. Біздің ақшамыз отырды. Келесі операция бізде 22 күні болды. 25.000 теңге. Міне отырды. Әрі қарай жалғастырамыз. Ендігі кезекте біз банк қызметтерін енгізуіміз керек. Ол үшін банк және касса, платежные ордера, списание денежных средств. Бұл бізде ақша айналымын есептен шығару. Бұл біздің шығындарымызға жатады. Создать. Оплата поставщику. Ең алғашқы банк қызметі бұл 19.07 күні болған. 19.07. Получатель. Контрагенттің тізімдерінен іздейміз. Каспи банк. Каспи банк енгізілген. Егер енгізілмеген болса, дәл бұрынғы принцип секілді алдыңғы сабақтарда үйренгеніміздей жаңа контрагентті енгізесіздер. Реквизиттағы деректерін енгізесіздер. Мұнда бәрі енгізілген. Осы реквизиттар бойынша. Счетының номері, бин, барлық деректері бар. Сондықтан мен қайтадан енгізбеймін. Каспи енгізілді. Мен тек қана тізімнен Каспи банкты таңдап аламын. Сомасы 500 теңге. Барлығы дұрыс. Және де банковский счетты ұмытпаңыздар. Міндетті түрде Каспи банк. Провести, закрыть. Алғашқы банк қызметі отырғызылды. Келесі бізде 500 теңге 22 күні болған. Енді дәл жаңағы принцип секілді көшіріп алып, ары қарай жалғастыра береміз жұмысты. F9 22.07 500 теңге Каспи банк. Провести. Келесі операция 26 күні болған. 26.07 500 теңге Каспи банк. Провести, закрыть. Келесі операция 27 күні болған. F9 27.07 500 теңге Каспи банк. Провести, закрыть. Келесі операция 27 күні. Тағы да банкты ашамыз. Копировать, көшіріп алу. 27.07 Каспи банк. Провести. Келесі операция 29 күні болған. Көшіру 29.07. Бұл 1500 теңге. 1500 теңге. Провести. Келесі соңғы операция банк қызметі бойынша 29 күні болған. 500 теңге. F9 29.07 банк Каспи. Дұрыс. Провести, закрыть. Бұны қалай тексереміз? Бұны да дәл жаңағы бойынша, әдіс бойынша выписка банка. Мысалы 19 күнін тексерейік. 19.07 банк Каспи. Мінекей біздің сомаларымыз отырды. Кіріс және шығыс. Міне көрдіңіздер ғой. Приход ақша түсімі колонкасында 1 миллион теңге отыр. Расход колонкасында 500 теңгеміз отыр. Міне кредит, дебит. Керісінше мұнда дебит, мұнда кредит болып отыр. Енді бізде соңғы операциямыз бұл Қазақ трейд компаниясына жіберген 1.800.000 теңге. Бұны қалай отырғызамыз? Бұл төлем тапсырмасы, шығыс төлем тапсырмасы. Банк және касса, платежные поручения, исходящие. Басамыз. Создать.
получатель. Біз контрагентті енгізіп қойғанбыз. Қазақ трейд. Деректерін бәрі енгізілді. 1.800.000 теңге. Каспий банк. Деректерін бәрін тексереміз. Және датасын қараймыз. 27 күні. 27.07. Оплачено міндетті түрде, мұнда галочка қойды ұмытпаңыздар. Записать, провести. Біздің сомамыз отырды. Енді тексереміз. Выписка банка 27.07. Мінекей, біздің сомамыз отырды. Енді деректерді салыстырамыз. Біздің соңғы астатық шығыс қалдық. Мұна сумаға 1.270.500 теңгеге сәйкес келуі тиіс. Соңғы операция 29 шілде күні болған. Тексереміз. 29.07. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай, біздің қалдығымыз банк клиенттегі көрсеткішпен дәлме-дәл сәйкес келеді. 1.270.500 теңге. Кіріс төлем тапсырмасы қалай отырғызылады? Бұл да дәл жаңағы шығыс төлем тапсырмасы секілді. Егерде бізге, мысалы, біз алдыңғы бөлімдерде Snap Group бізден қолма-қол ақшаменен 2 металл жәшік алған болатын. Біз оны приходный кассовый ордер арқылы қолма-қол ақша қабылдап алдық деп отырғыздық. Ал егер ол контрагент бізге дәл сол сумманы банк арқылы жіберетін болса, онда ол кредит колонкасы арқылы осы бір жерде көрінеді. Және контрагенттің реквизиттері, данылары бәрі тұрады. Біз сәйкесінше 1С-каны ашамыз. Банк және касса. Мұна жерде ұмытпаңыздар, платежный поручение исходящий. Бұл бізде шығыс. Біз банк арқылы қандайда бір контрагентке жіберген ақшаларымызды осы жерде отырғызамыз. Ал бізге банк клиент арқылы келген ақшалардың барлығын платежный поручение входящие осы бір жерде отырғызамыз. Мысалға, создать. Ақшаның келіп түскен күні, мысалы 19.07. Оплачено, платежщик, төлем жасаған контрагент, бұл бізде Snap Group. Enter. Біз оған 500.000 теңге сатқан болатымыз. Осылайша провести закрытті басқан кезде бұл бізге кіріс төлем тапсырмасы операциясы отырады.